Иса өзі өскен Назарет қаласына қайтып келді. Сәлемет ба. Сәлемет. Діни демалыс күні болатын Иса әдеттегідей мәжілісханаға барды. Ақсақалдар одан Ишая пайғамбардың жазбасынан оқып беруін өтінді. Жаратқан иенің рухы үстімде. Ол мені жарлыларға ізгі хабар айтуға тағайындады. Мені тұтқындардың босатылып, зағиптардың көретінін, езілгендерді құтқарып, Тәңір кешірім беретін мейірімділік жылын жариялауға жіберді. Иә, жақсы кеңес айтып тұр. Киелі кітаптағы осы сөздер бүгін орындалды. Кітаптағы орындалды дейді. Оны іске асыру тек құтқарушы Мәсіхтің ғана қолынан келеді. Оны қалай білуге болады? Маған дәрігер болсаң алдымен өзің демде деген мәтелді келтіріп, біз естіген Қапарнаумдағы кереметтеріңді осы ата мекенінде істедірсіздер. Шындығын айтам, өз елінде пайғамбардың қадірі жоқ. Осы сөздерді айтып Иса өзін Құдай өз халқын құтқаруға жіберген Мәсіхпін деп таныстырды. Бірақ бұл адамдар оны құтқарушы Мәсіх деп қабылдаған жоқ. Халық оны таудың тік жарынан лақтырып жібермек болды. Бірақ Иса жапырлаған тобырды қақ жарып өтті де өз жөніне кетті.